Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Мен Байбекова Гүлмира Зиядақызы, Павлодар қаласы дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназияның биология пәні мұғалімі. Сіздердің назарларыңызға сабақтың тақырыбы қан тамырлар жүйесінің түрлері, қан айналым шеңберлері. Оқу мақсатымыз жануарлардың қан тамырлар жүйесін сипаттау. Сіздердің назарларыңызға мынандай екі сурет берілген. Ой қозғау әдісі арқылы сіздер екі суретке қарап не айта аласыздар? Жақсы, кейбір балалар қан деп айтуы мүмкін, қанның ағзаларға жетуі деп айтуы мүмкін. Өте жақсы, ойларыңды өрбіп, келесі сабақтағы мақсатқа жетуге жетелейді. Қан айналым түрлері екіге бөлінеді екен. Ашық қан айналым жүйесі және тұйық қан айналым жүйесі. Ашық қан айналым жүйесіне жататын ұлулар, бунақденелілер, олар жүрек, қан тамыр, өкпе арасында жүреді. Тұйық қан айналым шеңбері бұлтыққырттар, омыртқалылар, ол жүрек, артерия, қылтамырлар және көк тамырлар арқылы жүзеге асады екен. Ашық қан тамырлар жүйесіне ағзаның ішкі ортасы болып табылатын үш сұйықтық болмайды. Тұйық қан тамырлар жүйесінде қан мен дене жасушаларының арасында тікелей жанасу болмайды. Ағылшын дәрігері анатом Уильям Гарвей жануарлардың қан айналым жүйесін ашқан ғалым. Қан айналым шеңберлері екіге бөлінеді. Кіші қан айналым жүйесі және үлкен қан айналым жүйесі. Кіші қан айналым жүйесі оң жақ қарыншадан басталады. Өкпе артерияларды, өкпе капиллярлары, өкпе венасы сол жақ жүрекшеден аяқталады. Үлкен қан айналым жүйесі сол жақ қарыншадан басталып, аорта, артериялар, мүшелер қылтамырлары, төменгі және жоғары қуыс венасы оң жақ жүрекшеде аяқталады. Қан айналым жүйесінің қызметін танысып алыңыздар. Бірінші қан айналым жүйесі ол тасымал қызметін атқарады екен, яғни ағзадағы барлық қоректік заттарды тасымалдайды, оттегі мен көмірқышқыл газының алмасуына қатысып отырады екен. Одан кейін екінші ол термореттелу, яғни жылы қанды жануарлардың қан айналым жүйесінің негізгі қызметі өзінің денесіндегі қызуын, яғни температурасын сақтап қалу қызметі. Келесі қорғаныш қызметі. Қан құрамындағы жасушалар, лейкоциттер, олар иммунитетке қатысады тікелей. Яғни ағзаға түскен микробтарды, әртүрлі патогендік микробтарды жоюға қатысады екен. Келесі гуморалдық реттелу, яғни бездерден бөлінген гормон, химиялық заттарды тікелей қан арқылы басқа мүшелерге дейін жеткізуге қатысады. Ұлудың қан тамырлар жүйесі жақсы дамыған, жүрегі артқы ішектің үстінде орналасып, перикардия қуысында жатады. Қан айналым жүйесі ашық типті, яғни қан тамырлары үзіліп, қан дене қуысына құйылады. Қаны түссіз, құрамында амебоцит қан түйіршіктері бар. Балық қан айналым жүйесі тұйық, ол екі камералы жүректен және қан тамырлардан тұрады. Жүректен қанды алып шығатын қан тамырлар артерия деп аталады. Жүрекке қанды алып келетін қан тамырлар вена деп аталады. Балықтардың жүрегінде веналық қан болады. Қосмекенділердің жүрегі үш қуысты, екі құлақша, бір қарыншадан тұрады. Екі қан айналым шеңбері бар. Ең алғаш кіші қан айналым пайда болған. Оны өкпелік шеңбер деп атайды. Денесінде аралас қан тарайды. Екі қан айналым шеңбері де қарыншадан басталады. Жорғалаушыларда жүрегі үш бөлімді, қарыншадан, екі құлақшадан тұрады. Қарыншасы жартылай пердемен екі бөлімге бөледі. Перде толық бөлмегендіктен артериялық қан мен веналық қан аз мөлшерде болса да араласады. Сондықтан қосмекенділер мен жорғалаушылардың ағзасында газ алмасу баяу жүреді де, дене температурасы тұрақсыз. Бұлардың салқынқанды деп аталуы сол себептен. Құстар мен сүтқоректілердің жүрегі төрт бөлімді. Жүрек қарыншасында пердесі толық екі бөлімге бөліп, қан араласпайды. Дене мүшелеріне таза артерия қаны таралып, өкпеге вена қаны келеді. Бұларда зат алмасу қарқынды жүреді. Жылы қанды жануарлар. Назарларыңызға омыртқалы жануарлардың қан айналым шеңберін салыстырған. Біріншіде балық берілген. Балықтың жүрегі екі бөлімнен тұрады, яғни оның денесінде веналық қан тарайды. Екіншіде қосмекенділер мен жорғалаушыларды салыстырған, яғни бұл қосмекенділердің жүрегі екі құлақша, бір қарыншадан тұрады.
жорғалаушылар мен қосмекенділердің екеуінде де денесінде аралас қан тарайды екен. Сондықтан олардың дене температурасы сыртқы ортаға тәуелді болып келеді. Құстар мен сүтқоректілердің жүрегі 4 бөлімнен тұрады: 2 құлақша және 2 қарынша. Үлкен және кіші қан айналым шеңбері жақсы дамыған. Олардың да денесі жорғалаушы мен қосмекенділерге ұқсас емес, жылы қанды жануарлар болып табылады. Адамның қан айналым шеңберлері үлкен және кіші деп бөлінеді. Үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарыншадан басталып, оң жақ жүрекшеде аяқталады. Кіші қан айналым шеңбері оң жақ қарыншадан басталып, сол жақ жүрекшеде аяқталады. Назарларыңызда үлкен және кіші қан айналым шеңберлері берілген. Қысқаша айтып өтетін болсақ, кіші қан айналым шеңбері өкпелік шеңбер деп атайды. Үлкен қан айналым шеңбері барлық мүшелердегі газ алмасу процестеріне қатысып отырады екен. Міне, қан айналым шеңбері сіздерге қорытынды ретінде үлкен қан айналым шеңбері жазылған. Сол жақ қарыншадан басталып, оң жақ жүрекшеде аяқталады. Кіші қан айналым шеңбері оң жақ қарыншада басталып, сол жақ жүрекшеде аяқталады екен. Бүгінгі алған білімімізді бекіту үшін тапсырма орындайық. Мына тапсырмада берілген ұғымдар бар. Сол ұғымдарды үлкен қан айналым шеңберіне және кіші қан айналым шеңберіне орналастырып жазып шығуымыз керек. Ал жауабымызды тексерейік. Сіздердің дәптерлеріңізде 2 шеңбер тұрады, соның ішіне жазып шықтыңыздар. Сол жақ қарынша, оң жақ жүрекше, дене мүшелері, ол үлкен қан айналым шеңберіне жаздық. Қалғанын кіші қан айналым шеңберіне. Осындай жауап болатын болса, сіздерге 5 ұпай жарайсыздар. Келесі тапсырма ол тест тапсырмасы, 5 сұрақтан тұрады. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы сұрақты жазып, жауабын жазу, немесе сан мен әріпті жазу орындаймыз. Ал жауапты тексерейік. Жауапты тексеру үшін және есімізде жақсы қалу үшін үлкен қан айналым шеңберлері жүректің қай жерінен басталады дегенде сіздерде жауап осындай болу керек. Сол жақ қарынша болу керек. Осындай жауапты түгеліміз тексеріп аламыз. Егер де барлығымызда дұрыс болатын болса, сіздерге 5 ұпай тағы да. Келесі 3-ші тапсырма, берілген ұғымдар, суреттер, бұларды 3 топқа топтастырып шығуымыз керек. Жауапты тексерейік. Бірінші топтастырғанда балық, жүрегінің суреті және жүрегі 2 камералы деп жазылып тұру керек. Екінші топта құстар, құстардың жүрегі және жүрегі 4 камералы деп жазылып тұру керек. Бақа, бақаның жүрегі 3 камералы деген жауап болатын болса, сіздер жақсы жұмыс істедіңіздер. Қорытындылап кететін болсақ, негізгі ұғымдарды атайтын болсақ, қан тамырлар, олар артериал, вена және капилляр деген түрлерін біліп жүріңіздер өздеріңізге. Сабақты қорытындылайық. Сіздер бүгін қан айналым шеңберінің 2 түрін өттіңіздер. Ол үлкен қан айналым шеңбері және кіші қан айналым шеңбері. Қан айналым жүйесінің ашық және жабық екенін білдіңіздер. Және олардың әрбір жануарда әртүрлі болатынын білдіңіздер. Одан кейін қанның 4 қызметі бар екенін білдіңіздер. Жануарлардың қан тамырларының жүйесі түрлері әр біреуіне тіршілік ортасына байланысты сипаты ерекше болатынын
біліп жүріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сабақты жақсы оқыңыздар, сау болыңыздар.